Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен бірге 6 сынып математика пәніне арналған 4 тоқсан екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері бөлімі бойынша жиынтық бағалауға берілген тапсырмаларды талдайтын боламыз. Олай болса, егер дайын болсаңыздар, бастайық. Бірінші есепте берілген 8, яғни 4 нүкте берілген, оның координаталары 8 және 1,4, 0, минус 3, 12 мен 4, минус 10 мен 2,6. Осы нүктелердің қайсысы мына теңдеудің шешімі болады дейді. Шешімі болатын, болмайтын біз қалай дәлелдейміз? Егерде біздерге келген нүктелер берілетін болса, біз білеміз, бұл нүктелердің ең бірінші тұрған мән, яғни 8 бұл x-тің мәні, 1,4 бұл y-тің мәні. Әрдайым бірінші x-тің мәні жазылады. Неге? Себебі x тәуелсіз айнымалы болғандықтан. Демек, әр нүктенің жеке-жеке біз мына берілген теңдеудің орнына қойып тексереміз. X-тің орнына, яғни 8-ді қоямыз, y-тің орнына 1,4-ді қойып, әрбір нүктені жеке-жеке қойып тексереміз. Егер сіздің жауабыңыз 0,5-ке тең болатын болса, яғни мына теңдіктің сол жақ бөлігі оң жақ бөлігіне тең болатын болса, демек сіздің мына берілген нүктеңіз теңдеудің шешімі бола алады деп айтамыз. Ал егер сәйкес келмесе, яғни тең болмаса, онда шешімі бола алмайды деп айтатын боламыз. Яғни оны қалай шығарамыз? Біріншісін жазып көрсетейін. Яғни бірінші нүктенің кез келген бір А нүктесі болсын. А нүктенің координаталары 8 және 14 дейді. 1,4 екен, кешіріңіздер. Осы нүктенің мәні теңдеудің шешімі бола ала ма дейді. Біздің теңдеуіміз 1,5x минус 5y плюс 2,5 тең 0,5. Осыған тек орнына қойып тексереміз. Жаңа айтқанымдай, x-тің орнына біз қай жерде теңдеуімізде x кетсе, соның орнына 8 қоямыз. Көбейтілген минус 5 көбейтілген y-тің орнына 1,4 қоям. Плюс 2,5 тең 0,5. Демек, біздің бірінші мәндерін қойып шықтық, орнына енді теңдіктің мәнін шығарып, тек қана тексеру ғана қалды. 1,5, яғни 15-ті 8-ге көбейтсек бізде 120, конечно, оны біз бір үтір артқа жылжытамыз. Минус 1,4-ті 5-ге көбейтсек 7, плюс 2,5 тең 0,5. 12-ден 7-ні алсақ 5, 5-ке 2,5-ті қоссақ, бізде 7,5 шығады. Яғни ол 7,5 0,5-ке тең емес. Демек, теңдігіміз орындалмады. Бұл нүкте, яғни теңдіктің мәні шешімі бола алмайды деп айтамыз. Екінші нүктемізді тексерейік. Кез келген Б нүктесі болсын. Б нүктесінің мәні 0 және минус 3 дейді. Осы мәндер шешімі бола ала ма? Дәл жаңағы жолмен біз тексереміз. 1,5-ті көбейтемін 0-ге, минус 5-ті көбейтемін минус 3-ге, плюс 2,5 тұр, және теңдігі 0,5 шығатын дәлелдеуіміз керек. 1,5-ті 0-ге көбейтсем 0 болады. Теріс санға көбейтсем 10 сан болады. 5-ті 3-ге көбейтсем 15. Қосамыз 2,5-ке. Осы теңдіктің сол жағы 0,5-ке тең бе, соны дәлелдейміз. 15-ті 2,5-ке қоссақ 17,5, яғни ол бізде 0,5-ке тең емес. Демек, бұл нүктеде теңдіктің шешімі бола алмайды дейміз. Үшінші жауабы, үшінші нүктеміз С нүктесі болсын. С нүктесінің координаталары 12 және 4. Дәл бұны да дәл сондай жолмен тексереміз. 1,5-ті көбейтемін 12-ге, минус 5-ті көбейтемін 4-ге, плюс 2,5 теңдігі 0,5 шыға тексерейік. 1,5-ті 12-ге көбейтсек 18, минус 5-ті 4-ге көбейтсек 20, плюс 2,5 тең 0,5 теңдігі шыға тексерейік. Яғни бізде үлкен саннан кішіні алсақ, 20-дан 18-ді алсақ, минус 2 болады. Ал оны 2,5-ке қосатын болсақ, 0,5 шығады. Тең 0,5. Теңдік бізде дәлелденді. Демек, С нүктесі бұл теңдіктің шешімі бола алады. Төртінші нүктеміз Д нүктеміз болсын. Д нүктесінің координаталары минус 10,
және мына жерде қандай 2,6 минус 2,6. Осы теңдік дәл осы жолмен тағы да орнына қойып шығарамыз. 1,5-ті көбейтемін минус 10-ға, минус 5-ті көбейтемін минус 2,6-ға, плюс 2,5 тең 0,5. Теңдігіміз 0,5-ке тең болатын дәлелдеуіміз керек. Так, 1,5-ді біз 10-ға көбейтсек, минус 15 шығады. 5-ті 2,6-ға көбейтсек, минус пен минус бізде плюсті береді. 13 болады. 2,5 тең 0,5. Так, үлкен саннан кіші санды алсақ 2, яғни минус 2 шығады, және 2,5 алсақ 0,5 шығады, тең 0,5. Ол жерде де теңдік дәлелденді, теңдік орындалды, яғни д нүктесі теңдеудің шешімі бола алады деп айтамыз. Екінші есепте теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешіңіз. Қосу тәсілі дегеніміз, яғни бірде айнымалы бар екі теңдеуде, бізде теңдеулер жүйеміз екі теңдеуден құралған, иә. Бірінші теңдеу мен екінші теңдеуде бірдей айнымалысы бар өрнектердің біз коэффициенттерін қосуға мүмкіндігіміз бар деген сөз, яғни қосу тәсілімен шығаратын болсақ. Демек, x-терді бөлек, y-терді бөлек, сандарды бөлек қосып аламыз. Бірақ бізде 7x-ті 4x-ға қоссақ 11x болады, y 5y-ті 1y-ға қоссақ 6y болады, 12-ні 18-ға қоссақ 30 шығады. Бұл бізде ешқандай жауап бермейді. Өйткені екі айнымалымызда бізде сақталып қалды. Ал қосу тәсілімен шығаратын кезде кез келген не x-тен, не y-тен бізде құтылу керек болады. Демек, жойып жіберген кезде, оның біреуін 0-ге теңестіре тұрған кезде ғана біз либо x-тің немесе y-тің мәнін шығара аламыз. Ол үшін не істейміз? Екінші есепте 7x плюс 5y тең 12, 4x плюс y тең 18-ге. Демек, маған не x-тің мәнінен, коэффициенттерінен, не y-тің мәнінен құтылу керек болады. Енді мен мына жерде 7-ні 4-ке келтіре алмаймын. 4-ті 7-ге келтіру әрине ол күрделендірмес үшін y-тен бастағанымыз маған қолайлы, тиімді. Бірақ жойып жіберу үшін олардың коэффициенттері бірдей, ал таңбалары әртүрлі болу керек. Менде керісінше таңбалары бірдей, коэффициенттері әртүрлі. Демек, мен дәл сол бірінші теңдеудің дәл өзін сақтап жазып қоямын. Ал екінші теңдеуімді минус 5-ке көбейте аламын. Сол кезде минус 5-ке көбейткен кезде y-ім теріс санға айналады да, сол кезде y-тен құтылуыма мүмкіндік туады. Егер минус 5-ті біз y-ке көбейтетін болсақ, демек ол өрнектің бәріне де көбейтіп шығамыз. 4-ті 5-ке көбейтсек минус 20x, минус 5-ті y-қа көбейтсек минус 5y, және 18-ді 5-ке көбейтсек минус 90 болады. Жүйені жазып қояйын, алдына қосу деп қояйын. Бұл яғни қосу тәсілімен шығарып жатырмыз деген сөз. Қосу кезінде коэффициенттер бірдей, бірақ таңбалар әртүрлі болған кезде олар жойылады деп айтам, яғни 0 қалады. 20x-ті 7x-ға негізі қосамын, бірақ таңбалар әртүрлі болғандықтан мен үлкен саннан кішіні азайтамын. Минус 13x тең, мынау жерде сондай 12 мен негізі 90-ды біз қосуымыз керек, бірақ таңбалар әртүрлі болғандықтан үлкеннен кішіні азайтамыз. Минус 78 болады. X-ті табу үшін минус 78-ді бөлемін минус 13-ке. Бөлу кезінде теріс санды теріс санға бөлген кезде оң сан сақталады, оң сан шығады. Демек 6. Міне x-тің мәнін таптым. Енді осы x-тің мәнін кез келген сіздің берілген жүйеңіздегі бірінші теңдеуге, екінші теңдеуге қойып, y-тің мәнін шығаруыңыз керек. Өйткені бұл екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі болғандықтан, екі айнымалының да мәнін табуымыз керек. Қай теңдеуді алғыңыз келеді, бұл жерде жаңағы айырмашылығы жоқ, өйткені бәрібір сол мағына мәнін шығады. 4x мен мына екінші теңдеуге қойғым кеп тұр. X-тің орнына 6-ны қоямын. Плюс y тең 18. 4 жерім 6, 24, плюс y тең 18. Y-ті табу үшін 18-ден азайтамын 24-ті. Y-ім тең минус 6 болады. Міне екінші айнымалының да мәнін таптық. Сонда жауабын жазатын кезде әрдайым естеріңізде болсын, x-тан бастаймыз. Өйткені ол тәуелсіз айнымалы. 6 және минус 6 деп жақшаның ішіне жауаптарын жазып қоямыз. Үшінші есебім теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз дейді.
Үшінші есебімізді жазайық. X плюс 2y тең 11. 9x плюс 15y тең 16. Бұл жерде де теңдеулер жүйесінде бірінші немесе екінші теңдеуден бастағыңыз келеді. Қай жағынан бастасаңыз да бәрібір сол мән шығады, айырмашылық жоқ. Бірақ әрине біз математикада есептеуге ыңғайлы, тез шығару үшін біз коэффициенттері жоқ теңдеуден бастағанымыз өзімізге ыңғайлы болады. Бұл жерде менде бірінші теңдеуімде, яғни x-тің коэффициенті 1-ге тең. Демек, маған бұл жерде бірінші теңдеуден бастаған тиімді. X тең алмастыру тәсілі деген, яғни бірінші өрнек бірінші теңдеу арқылы екінші теңдеудің орнына қою арқылы теңдіктің мәнін шығаратын боламыз. Теңнен кейменде 11 тұр. 2y теңдіктің сол жағына теріс таңбамен өтеді. 2y плюс болған минус болып өтеді. Енді осы айнымалыны сіз x-тің мәні 11 минус 2y-ға тең деп көрсетіп тұрсыз. Демек, осы мәнді мен не істеймін? Екінші теңдеуімдегі x-тің орнына апарып қоямын. 9 көбейтілген x-тің орнын алмастырамын. 11 минус 2y плюс 15y тең 16. Жақшаны ашып шығамыз. 9-ды 11-ге көбейтсек 99, 9-ды 2-ге көбейтсек 18y плюс 15y тең 16. Үлкен саннан кішіні азайтамыз, өйткені y-терді біріктірумен болады. Минус 3y болады, тең 16, 99 теріс таңбамен өтеді. Минус 3y тең қанша болады? Минус 83 бола ма? Енді y табу үшін минус 83-ті бөлеміз минус 3-ке. Бізде 83 11 3-ке бөлмейді, сондықтан осы теңдеу жаңағы жай бөлшек түрінде қала берсін. Немесе оны аралассанға айналдырып қойсаңыздар болады. 27-ден 27 бүтін 3-тен 2, я? Теріс таңба бөлген кезде оң сан шығып кетеді. Енді осы берілген. Біз y-тің мәнін тауып тұрмыз. Не табу керек? Енді x-тің мәнін табу керек. Өйткені екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі болғандықтан. X-ті табу үшін 11 минус 2 көбейтілген y-тің орнына тапқан мәнімізді қоямыз. 3-тен 83 болған, тең, бірінші әрине көбейту амалы орындалады. 11 минус көбейту кезінде қысқартуға болар еді, бірақ 2 мен 3 қысқармайды, сондықтан алымына бөліміне көбейтеміз. 166-да бөлімінде 3 шығады. Тең, мына жерде минус. Енді бөлу, көбейтуде қысқартамыз, азайту, қосуда ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөліміз 3-ке тең, 1-ге бөлсек 3, 3-ке бөлсек 1. 11-ді 3-ке көбейтсек 33, және мынақта 166 шықты. Әрине, тағы да үлкен саннан кішіні азайтамыз. Минус 133-тен бөлімінде 3 қалды. Егер тағы да аралассанға айналдыратын болсақ, минус 44 бүтін 44 3-ке көбейтсек 132, ар жағында бір сан жетпей қалды, демек оны алымына жазамыз. Енді жауабын қалай жазамыз? Тағы сол сияқты үнемі x-тан бастаймыз. Минус 44 бүтін 3-тен 1, y-тің мәні 27 бүтін 3-тен 2 деген жауапты алдық, соны біз жазып қоямыз. Төртінші есепте екі таңбалы санның цифрларының қосындысы 12-ге тең дейді. Төртінші есепті бастайын. Екі сан деген бұл бізде белгілі екеуі де белгісіз болғандықтан x, y деп алайық. Біреуі x, екіншісі y. Екеуінің қосындысы 12-ге тең дейді. Келесі сөйлем. Берілген санның, екі таңбалы санның соңына 0-ді тіркеп жазсақ дейді. Демек, 10x қосу y деймін. Неге мен мынаны 10 деп айттым? Өйткені ол екі таңбалы сан болғандықтан, мынау 10-дық, яғни 10-дық разряды, қасындағысы бірлігі болып есептеледі. Сондықтан осындай өрнекті енгізіп қояйық, бұл бізге қазір керек болады. 0-ді тіркеп жазсақ, алғашқы саннан 837-ге артық. Осы екі таңбалы санды табыңыз дейді. Демек, менің бірінші берілген өрнегім, мына 10-дықтар класы. Оған 0-ді тіркеп жазсақ, сол сан, осы сан 837-ге артық дейді. Демек, артық деген сөз қосу амалын қолданам. Енді бұл амалды біз жақшаны ашуды жақсы білеміз. 10-ды 10-ға көбейтсек 100 болады. 100x.
10-ды y-қа көбейтсек 10y тең келесі тең жақшам сол күйінде өзгеріссіз қала береді. Енді x-терді, y-терді бір жағына қарай жинайық. 100x қасына көшіремін 10x теріс таңбамен, плюс 10y минус y тең 837-ге теңестіріп қоя салайын. Өйткені маған қазір теңдеулер жүйесін құруға керек болады. 100-ден 10-ды азайтсам 90x, 10-нан 1y-ді алсам 9y тең 837. Сонда біздің бастапқы теңдеуіміз міне бірінші теңдеу. X қосылған y тең 12. Екінші теңдеуімді алдым. 90x плюс 9y тең 837. Теңдеулер жүйесін құрамын. Бұл жерде қосу тәсілмен шығарасыз, алмастыру тәсілі, қай тәсіл сізге ыңғайлы, сол тәсілмен шығарсаңыз болады. Мен енді алмастырумен көрсетейін. Әрине бізде коэффициент жоқ болғандықтан содан бастаған тиімдірек. 12 минус y және осы белгілеу енгізіп алған өрнегімді x-тің орнына апарып қоямын. 90 көбейтілген x-тің орнына 12 минус y плюс 9y тең 837. 90-ды 12-ке көбейтсек 1080. 90-ды y-қа көбейтсек 90y плюс 9y тең 837. 90-нан 9 алсам минус 81y болады, тең 837-ді жазып қоямда 1080-ді теріс таңбамен көшіремін. 1080. Минус 81y тең 1080-нен 837-ні алсақ, минус 243. Так, y табу үшін минус 243-ті бөлемін минус 81-ге, ол бізде болады 3. Демек, бірінші санды таптым. Енді x-тің мәнін табайық, ары қарай есептеймін. X тең 12 минус y қанша болды? Бізде 3-ке тең болды. Тең 9. Демек, орнына тек қойып тексерейік. 9 қосу 3 тең 12. Демек, мұна бірінші шартымызды қанағаттандырып тұр. Енді екіншіне тексерейік. Сол бізге бірақ 2 таңбалы санды тап дейді. 39 ба, немесе 93 бе? Әрине біз мұна x-тан бастаймыз, сонда бұл 2 таңбалы саным 93 деген сөз. 2 таңбалы санды таптым. Тағы да екінші шартты қанағаттандырам екен тексерейік. Егер деді, бізде екінші сөйлеміміз былай болған. Берілген 2 таңбалы санның соңына 0-ді тіркеп жазсақ, яғни 93-тің қасына біз соңына 0-ді тіркеп жазсақ, ол алғашқы саннан дейді. Алғашқы санымыз қайсы? Біздің 93. 93-тен 837-ге артық дейді. Енді 930-дан 93-ті азайтсақ, әрине бізде 837 шығады. Демек 837-ге артық болғаны ма? Екінші шартты да қанағаттандырдық, дәлелдедік. Сонда біздің іздеп отырған сан 2 таңбалы санымыз 93 екен.